Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен бықтырманың рецептісімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Мінекей менде қой еті, картошка, сабыз, капуста, болгар бұрышы және помидор. Қызып тұрған майымызға етімізді жақсылап қызарғанша қуырып алатын боламыз. 10-15 минут бықтырып қоятын боламыз. Астын баяу отқа қоямыз. Қатты қойып қойсаңыздар, асты күйіп кетуі мүмкін. Сол үшін баяу отқа қойып, пиязымызды сеуіп, және тағы жауып қоямыз 10-15 минутқа. Мінекей 10-15 минут қуырылып шықты. Енді үстіне сәбізімізді саламыз. Паприка, бұрыш барлығын сеуіп болған соң сәбізімізді қоямыз. Дөңгелектенген туралған сәбізімізді қоятын боламыз. Пиязымызды қоятын боламыз. Мінекей рет-ретімен барлығын қойып шығамыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Дәл мен видеомдағыдай жасап көрсеңіздер, бықтырмаларыңыз өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына шейін қарап, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Мінекей картошкамызды саламыз. Үлкен картошкаңызды 4-ке бөліп сала бересіздер. Кішілеу болса, бүтін салсаңыздар болады. Мінекей кішкене тағы да бұрыш сеуіп жібереміз. Майда капусталарымызды астына қойып, үстіне үлкен капустамен бақтырып қоятын боламыз. Мінекей капустамызбен барлық жерін жауып, мінекей жарты сағатқа жауып бақтырып қоямыз. Мінекей ас болсын.